Құрметті достым, егер сіз сахна тілінің техникасын меңгергіңіз келсе, онда жаттығуларды рет-ретімен орындау қажет. Яғни біз жаттығумен, дене жаттығумен денеміздің бұлшықеттерін қыздырып аламыз, одан кейін аздап аффирмация жасаймыз. Бұл өзімізге деген сенімділікті арттыру үшін өте қажет, және өз-өзімізді бағалаймыз. Сонымен қоса тамақты жылытамыз, одан кейінгі жаттығу тіл, ерін жаққа арналады. Яғни біз тілімізге, ернімізге жаттығу жасау арқылы оларды икемге келтіреміз. Ендеше тілдің жаттығуынан бастайық. Осылайша қасық, ыдыс деген жаттығу арқылы біз тіліміздегі салмақты аламыз. Тілімізді қатты созған кезде тіліміз ауырыңқырайды, ал көтеріп, ыдыс сияқты көтерген кезде ауырлықты басылады, ауырлық. Одан кейінгі келесі жаттығу укол дейді. Келесі жаттығу тісті тазалау. Егер тіліңіз шаршаса, 2 рет оң жаққа, 2 рет сол жаққа жасауға болады. Сонымен қоса біз тілімізді тістеп шығарамыз, тістеп кіргіземіз. Деп ауыртып тістей беріңіздер, оған ештеңе болмайды. Тіліңізге қан жүгіріп, тіліңіз икемге келетін болады. Соңында осы тіл жаттығуларынан кейін тіліміз шаршайды. Ол тілдегі ауырлықты алу үшін біз тілімізді таңдайымызға жапсырып ұстап тұрамыз да лақтырамыз. Осындай қызық жаттығуларымыз бар. Келесі жаттығу ерінге арналады. Еріннің жаттығулары үйрек сияқты алдыға жинаймыз. Келесі. Голливуд күлкісі. Сонымен қоса оңға солға. Бұл жаттығу әсіресе ернін қисайтып сөйлейтіндерге арналған таптырмас жаттығу. Осы жаттығу жасағаннан кейін еріндегі салмақ азаяды. Келесі ерінге арналған тағы бір жаттығу. Ерінді ішке қарата шайнаймыз. Ерніңіз қызып, әдемі, балбырап тұрады. Яғни бұл жаттығуды жиі жасау керек. Сөйлеген кезде ерніңіз икемге келетін болады, қозғалатын болады. Енді келесі жаттығуымыз жаққа арналған. Біз сөйлеген кезде жағымызды ашып сөйлеуіміз керек, себебі дауысымыз әдемі шығу үшін жағымыз ашылып, ерніміз қозғалу керек. Жақты. Деп жақты қолмен түсіреміз. Кейін осылай түсіріп тұрып, си, се, са, со, су, с, с деп айтамыз. Си, се, са, со, су, с, с. Сонымен қоса, тісімізге қолымызды жай ғана тіреп тұрып, жаңылтпаш айтамыз.
Әй, тайқарбай, малыңды май жусанға жай тайқарбай. Тайқарбай, майқарбайлар толып жатыр. Сенің айтып тұрғаның қай тайқарбай? Осылайша жақты ашып сөйлеу керек, сол кезде дауысыңыз әдемі шығады. Қымбатты ағайын, бұл тіл ерін жаққа арналған жаттығуларымыз болды. Ендеше қабыл алыңыздар, бірге жасаңыздар.